Құрметті тыңдармандар, бұл дұрыс сөйлейік бағдарламасы. Анар ханым, ендігі сауал ауызша сөз сыры жайлы болмақ. Осыны тарқатып айтып берсеңіз. Осы ауызша сөз сыры дегенде біз мына ауызша сөздің өзіне ғана тән ерекшеліктер туралы айтамыз. Енді ол кезде оның қарама-қарсы объектісі жазбаша сөзбен салыстырып отырып айтамыз. Мысалы, жазбаша сөзде сіз дыбыстарды естімейсіз. Өйткені ол жерде әріптер жазылады. Енді ауызша сөздің ерекшелік туралы айтқанда бір айтылып кететін маңызды нәрсе, кез келген тіл ауызша формадан тараған. Яғни оның жазбаша формасы екінші дәрежелі қалыптасқан дүние. О баста тіл ауызша дамыған, о баста тіл ауызша пайда болған. Сондықтан да ауызша сөздің осы жағынан келгенде басымдығы бар. Содан кейін ауызша сөздің ерекшелігі, онда сіздің айтып тұрған ойыңызды коммуникант, екі кант арасында болады ғой енді сөйлеу, қарым-қатынас. Айтып тұрған ойыңызды үнемі тыңдау арқылы қабылдайды. Тыңдау аппараты арқылы қабылдайды. Сондықтан сіз адамның құлағына жағымды, құлағын құрышын қандыратын амал тәсілдерді ойластырғаныңыз жөн ауызша сөзді құрған кезде. Бұл ауызша сөздің тағы да бір сыры. Одан кейінгі ауызша сөздің бір ерекшелігі, кішкене бұл жазба сөзге қарағанда еркіндік беріледі бұл дискурста, ауызша дискурста. Мысалы, жазба тілдің қатып қалған өзінің кодтары бар. Егер сіз жазбаша ғылыми мақала жазатын болсаңыз, сіз сол ғылыми мақаланың қойылатын талаптарына жауап беретін неғылын жазасыз, Дәл сол ғылыми мақалаңызда айтып отырған ойды. Белгілі нормаға сүйен. Белгілі нормаға. Ал енді дәл сол ғылыми жазбаша мақалаңыздағы айтып отырған ойды сіз жұртшылық алдында ауызша айтып беретін болсаңыз, егереки, сізге соншалықты бір үлкен мынандай шектеулер, клишелерден шығып кетпеу деген сияқты талаптар қойылмайды. Талап бар дегенмен де талаптар ондай қатаң емес. Сіз арасында эмоцияларыңызды қосуыңызға да болады. Сіз арасында аудиториямен байланыс орнату үшін сіздің айтып тұрған ақпаратыңыздан бөлек, ақпаратыңыздан тыс сөздерді қолдануыңыз мүмкін. Ал енді бері қарап тыңдайық, енді менің келесі айтатын мәселем сіздерді қызықтыратын шығар деген сияқты қыстырма конструкцияларды қолдануыңыз мүмкін. Мысалы, сол ғылыми стильдің ауызша формасының өзінде сондай, сол ғылыми стильдің жазбаша формасына қарағанда осындай еркіндіктерге жол беріледі. Міне ауызша сөздің сыры осында. Сондықтан тіл үйренушілер егер қазақ тілінде ауызша сөйлегенде сауатты, дұрыс сөйлейміз десе, онда бірінші кезекте дұрыс дыбыстауды, интонацияны дұрыс қолдануды, одан кейін ауызша сөздің өзіне ғана тән лексикалық қолданыстар мен түрлі құрылымдарды білу керек. Одан кейін ауызша дискурстың ерекшелігін білу керек. Енді ауызша дискурс дегеніміз сіз сөйлеп тұрған, сіз сол сөзді айтуға барған орта. Сізді тыңдап тұрған адам, ол кім? Жағдайы қандай? Сізді қабылдайтын ортама, қабылдамайтын ортама, немесе ресми ортама, бейресми ортама. Тағы да осындай түрлі жағдаяттар. Осы 4-5 негізгі факторды ескеру керек. Ауызша сөздің дұрыс болуының сыры осында деп ойлаймыз. Мысалы, сіз егер мекемеде бір болатын маңызды іс туралы хабарландыруды жазба формада жеткізетін болсаңыз, сіз хабарландыру деген құжаттың үлгісін аласыз да, оның мынандай үлкен айдарын хабарландыру деп ірі әріптермен жазасыз. Содан кейін қайда, не, қашан деген сұраққа жауап бересіз. Мысалы, бүгін институттың мәжіліс залында мынандай атты тақырыптағы баяндаманың талқылауы сағат осындай уақытта болады, барлеріңіз қатысуыңызды сұраймыз деген сияқты формамен жазасыз. Ал енді осы ақпаратты егер сіз ауызша түрде жеткізсеңіз, онда сіз хабарландыру бүгін осындай деп айтпайсыз ғой. Сіз онда айтасыз, әріптестер, мен сіздерге бүгін бір хабарландыру айтайын. Міне қазір сағат осындай уақытта біздің залымызда осындай баяндама болмақ. Тіпті сіз о кісіні танитын болсаңыз, мысалы, Анар апайдың баяндамасын талқылаймыз дейсіз, болды. Және ол баяндаманың тақырыбы бір ұзақ болуы мүмкін, сіз оны Анар апайдың сөз мәдениеті туралы баяндамасын талқылаймыз деп айта саласыз, сол тақырыпты сығымдап. Міне ауызша сөзге осындай ерекшелігіне осындай мысалдар келтіруге болады. Сосын оның фонетикалық құрылысы да
жазба тілдегідей толыққанды болмайды, кейде сөйлемдерді қысқартады, кейбір дыбыстарды түсіріп тастайды, сондай өзінің еркіндігі бар. Түсінікті. Қойылған сауалға толығымен жауап бердіңіз. Көп рахмет сізге. Вики білім қоғамдық қоры. Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі тілдерді дамыту және қоғамдық саяси жұмыс комитеті тапсырысы бойынша дайындалған. Алматы қаласы, 2015 жыл.